Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге қазақ халқында көршіден сұрауға болмайтын 3 зат бар екен. Сол туралы айтатын боламын. Қазақта көрші ақысы тәңір ақысы деген жақсы сөз бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық. Ағайынның аты озғанша ауылдастың тайы озсын. Бұл тіркестерден қазақ өмірде көршінің орны қаншалықты салмақты екенін аңғартуға болады. Жаһандану деп жанымыздағы көршімен араласуды ұмытып кетпедік пе? Ендеше көршіге қатысты біліп жүруіңіз абзал болатын дүниелерді еске түсірейік. Көрегенді көрші болсаңыз, осы 3 затты көршіңізден сұрамаңыз. Олар тұз. Мейлінше дүкеннен сатып алуға тырысыңыз. Егер алып келуге мүмкіндік болмаса, көршіден алынған тұзға аз да болса ақы төлеңіз. Өйткені тұзда береке бар. Сіз оның тұзымен қоса берекесін алып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да өзіңіз біреуден тұз алмаңыз, біреуге тұз бермеңіз. Екінші ол ақы, яғни ақша. Егер көршіңіз сізді көмекке шақырса, оны жасап бергеніңіз үшін ақы сұрамаңыз. Кейде есігі бұзылып, немесе баласы қараусыз қалып жатады. Осындайда ең алдыменен көршіден көмек сұрайды. Сол кезде уақытымды алдың деп көрші ақша ұсынады. Өзгеге де беретін едім ғой, алшы деп қиылатындар да кездеседі. Сол кезде сыпайы түрде бас тарту керек. Өйткені күндердің күнінде сіз де көршіден көмек сұрайсыз. Сонда жарқын жүзбен есігін қаға аласыз. Үшінші ол ит. Кейде көршінің иті абалап жатса, тұқымы жақсы ит екен деп, иттің күшігін асырап алғысы келетіндер болады. Бұл кезде көршімен арадағы қарым-қатынасқа сызат түсірмеу жағын ұмытпау керек. Салтты жақсы білетін көрші болса, күшікті сатып алу ырымын жасайды. Ал білмейтіндерге түсіндіруге тырысыңыз. Қарапайым нәрсе ғой деп елемеуіңіз мүмкін. Бір-біріне күшік бермеу көршілердің итте ырылдасып қалмауының амалы. Атадан келе жатқан кез келген тыйымның астарында терең мән жатады. Кейбірі ақылға қонымсыз болады. Әрбір ырым өмірге мән бітіруге ұмтылады. Қазақ ұрпағын тыйым арқылы тәрбиелегенін тарихтан білеміз. Қисса, дастандардың да маңызы осында. Егер сізге осы ақпарат пайдалы болса, каналға комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыз.